Ел деген ол өте бөлек әңгіме ғой. Бір үйден 20 адам келіп есін шығарып жібереді да. Бір үйден 20 адам, біз қазақ сондаймыз енді. Біз Германияда қазақша өмір сүреміз. Өйткені менің ұлым да, қызым да кәдімгідей қарапайым қазақ. Das Gebäude selbst ist übrigens auch mal wegwärts. Sie sehen an so einem alten Speicherbau von innen und dessen Etagen heißen übrigens nicht Etagen, sondern Speicherböden. Das haben auch die Speicher hier vor uns rechts und links. Бәрі Гамбургтен басталған. Құрбым Бибігүл екеуміз осында өтетін Европа қазақтарының наурыз тойына келгенбіз. Германияда қымыз өндірісін жолға қойған атақты фермер Ханс Цольманмен де сол жол танысып, қымызының дәмін татып, онымен қоймай, өзін әбден билетіп қайтқанбыз. Емісті Гүлмария сұдырып жатыр. Мария, қолтығыдан, қолтығыдан. Давайте я сфотографирую. Давайте фото. Сол жолы Германия қалаларын армансыз қыдырған Бибігүл екеуміз Мюнхенден Гамбургке пойызбен келіп жеттік. Европадағы наурыз тойының ұйымдастырушыларымен келісім бойынша вокзалдан бізді Сергей деген орыс тілді неміс жігіті қарсы алмақ. Тойдан қайтқанша соның үйінде қонақ боласыңдар деді. Қарсы алуын алды ғой, бірақ әлгі жігітіміз бізді көрген бетте сіздерді қай қонақ үйге апарайын деп қарап тұр. Ойбай, қонақ үйі несі, бізге сіздің үйде боласыңдар деген. Ондай келісім болған жоқ. Тезірек айтыңыздар, қайда апарайын, уақытым тығыз деп қояды әлгі жігіт. Қысылған жамбыл жер осы демекші, шындап сасайын дедік. Онда бізді той өтетін жерге жақын орналасқан бір қонақ үйге апарыңыз. Ол болса, онда қонақ үйден орын бір ай бұрын брондалып қояды деді. Ойбай, онда хоспис бола ма, әйтеуір бір жерге орналастырыңыз, далаға тастамайтын шығарсыз енді деп Бибігүл екеуміз шыр-шыр етеміз. Білмеймін, көрейік деп. Әлгі неміс жігіті бізді машинасына отырғызды, жүйткіп ала жөнелді. Бибігүл екеуміз мынау кәпірлігін істеді, қазақ болса бүйтпес еді, сондайда мұндай деп шопыр жігіттің қазақшалап ит терісін басына қаптап келеміз. Бір уақытта әлгі шопырымыз артына бұрылып, мені неге балағаттайсыздар дегені қазақшалап. Ойбой, төбеңіз тесік педі деппін сасқанынан. Неміс деген жігітіміздің сасатын түрі байқалмайды. Төбем тесік болса шай құйып ішейін деп педіңдер деп қояды. Сол жолы қалжыңбас Сергей мен оның қазақ әйелі Советхан Бибігүл екеумізді 4 күн бойы үйінде қонақ еткен. Сабырдың отбасында отырмыз. Кәдімгі қазақтың ет ауқатын жеп жатырмыз. Мінекей Сабырдың өзі Сергей жолдасына тамақ салып беріп, қызмет көрсетіп жатыр. Жолдасының аты Советхан. Советханның қарны ашып қалса керек. Ол жұмыстан келді, өйткені қарны ашатын жөні бар. Мінекей мынау біздің Эдуард. Сергейдің ұлы үлкен қызы тұрмыста. Мынау біздің Бибаша. Менімен бірге жүрген құрбым. Өстіп мінекей Сергейдің отбасында қазір ет ауқат жеуге кірістік. Заманауи Венеция атанған Гамбургтегі Елба өзеніне 2300 көпір салыныпты.
Әлемдегі ең ірі портты қойма да осы қалада екен. 2 миллиондай халық мекендейтін мегаполистің шығысында Балтық, батысында солтүстік теңізі бар болғаны 100 шақырым қашықтықта жатыр. Европадағы ең ірі аяқ киім дүкені Герстке барып үлгермедік. Есесіне мұнда әр 35 минут сайын бір велосипед ұрланатынын естіп, өркениеті дамыған елде де осындай қызық болады екен ау деп таң болдық. Әр елдің салты басқа дегенге де сол күндері куәгер болғанбыз. Қысқасы, әзілмен басталған кездесу әдемі достыққа жалғасқан. Мына жігіт бүгін 30-ға толған екен. Немістердің бір қызық дәстүрі бар екен. 30-ға толған күні, егер жігіт 30-ға дейін үйленбесе, өз артыңды өзің жинайсың деп, осылай сыраның қақпағын шашып тастайды екен дағы достары. Ертеден кешке дейін осылай өзіне жинатып әуре болады екен. Міне қараңыздар, қазір ол жинап жатыр. Мына жердің барлығына сыраның қақпағы шашылған, ал мына жерде жолдастары тұр. Күліп қарап тұр да оның жинағанына. Жолдастарының бәріне ана жігіт бір sıрадан алып беріп қояды. Бұлар рақаттанып, сыраны ішіп тұрып, ана жолдастарының сыраның қақпағын жинағанын қызықтап қарап тұрады екен. Енді ананы жинап, мына жігіттердің алдына дейін әкелу керек, ол енді оңай емес. Енді жинап бәрін біттім ау деген, өлдім, біттім деген уақытта олар алаттағы қайтадан шашады. Ол кешке дейін өлсе де жинап бітпейді. Енді сөйтіп 30-ға келгенше үйленбеген жігітті осылай қинайды екен. Жігіттің қолындағы унитазды тазалайтын сыпырғы бар ғой, сонымен жинатып қойған. Уақиғи осы алаңнан өтіп бара жатқан бір жас қыз келіп, телефонын беріп, танысайық деп айтып жатса, онда бұл жігіт сыраның қақпағын жиғанын тоқтатады. Әнекейді қайтадан шашып жатыр. Ол байқұс жинайды, мыналар қайтадан шашады. Мына жігіт 30-ға келгенше үйленбей жүрген сұр бойда. Жігітті қайтсе де үйлендіру керек қой. Ұнататындарың болса, келіңдер деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда. Неміс халқының осындай бір ұлттық дәстүрі бар екен. Қазақ қайын жұртының арасында сабыр атанып кеткен Сергей мен Советханның жыл сайынғы демалысы туған жерде өтеді. Міне биылда тағы келе жатыр. Біз оларды әдеттегіше әуежайдан күтіп алдық. Қалай ауылға келіп, мауқыңды басып жатырсың ба? Сағынышың басылды ма? Ауылға келіп, мауқымды басып жатырмын. Ел қалай қарсы алып жатыр? Ел деген ол өте бөлек әңгіме ғой. Мына қазақтың пейілі бәрі жиналып келіп сені. Бір үйден 20 адам келіп есін шығарып жібереді. Бір үйден 20 адам, біз қазақ сондаймыз енді. Өзің ұйықтап тұрасың, елдің бәрі келіп отыр, не істейсің енді? Отырасың дағы әңгімеңді айтасың. Елдің жаңағы ниеті деген нәрсе, мен соны іздеп келем ғой. Ең бірінші келетін себебім жаңа бауырлар үшін келем. Мына бауырларым, менің туған бауырларым осы жерде емес енді. 3 бауырым, бір әпкем бар ғой, солар үшін келем ғой. Ата-анаңшы? Ата-анам қайтыс болып кетті. Әкем кеткенде 5 жыл, шешем кеткенде 25 жыл болды. Сергей деген қазаққа бергісіз неміс жігіті. Білмеймін. Біз үшін сондай. Жақсы көреміз. Осы қазаққа бергісіз неміс жігітін қайдан тауып алдың? Біз бұл екеуміз бір мектепте оқығанбыз. Мен қазақ класында, Сергей орыс класында оқыдым. Біз Үңгіртастың адамдарымыз. Бір ауылда туып өстік. Бір ауылда туып, бір мектепте оқыдық. Талай қазақтың жігіттері болды. Бірақ енді тағдырын жазған шығар. Маған оның бір адалдығы ұнады да. Содан кейін ең қызық нәрсесі ол бірінші мені көре сап тамақтандырады да мен. Тамақтандырады? Жүр тамақ ішесің ба деп, Иә. Сол осы күнге дейін сол ғой, жүр тамақ ішейік деп тұрады ғой. Асқазан арқылы алған екен ғой сені. Иә, тура сөйтіп алды. Сен асқазан арқылы алдың. Сен оны не арқылы? Қайдан білейін? Қайдан білейін? Екеуің осы жерде жүріп тұрып үйлендіңдер ме, жоқ Германияға кеткеннен кейін ба? Біз осы жерде жүріп үйлендік. 88 жылы үйлендік. 89 жылы қызымыз дүниеге келді. 90 жылы ұлымыз дүниеге келді. Сен дүние бұнау астан-кестен бола бастаған кезде Сергейдің шешесінен Германиядан не келе бастады. Көшіп келесіз ба деген қағаз келе бастады. Сен шешесі күннің бір-ақ күнінде көшіп кетейік бәріміз деді. Ол кезде дүние астан-кестен болып кеткен ғой енді. 98 жылға дейін осы жақта өмір сүріп жүрді. 98 жылда да жаңағы өмір дұрыс болмады ғой енді. Балалар мектепке бара бастады, өмір дұрыс болмады. Содан кейін мына мен ана жоқшылық, таршылық, жаңа бірде жұмыс бар, бірде жұмыс жоқ деген нәрсеге мен келісе алмайды екенмін да. Сөйттім дағы
мамасының қолынан ұстадым дағы Сергей жетектеп кетіп қалды. Қанша жыл болды өзі қосылғандарына? 36 жыл болды. 36 жыл. 36 жылдың ішінде білетін уақытың болды ғой. Неміс халқы менен қазақ халқының ұқсастығы қайда, айырмашылығы қайда? Қазақстанда қанша ұлт болатын болса, соның ішіндегі мына немістер қазаққа өте жақында. Сен бұларына қазақтар секілді балалар туралы ойлайды, қазақтар секілді әке шешелер туралы ойлайды, қазақтар секілді бауырлары туралы ойлайды. Мен со жағы деп ойлаймын Сергейдің ең керемет жағы. Ал енді бір жаңағы немістермен салыстырып көрсек, ол немістер ол басқа немістер. Оларда қазақтың иісі де жоқ немістер ғой. А мыналарға әбден қазақтың иісі сіңіп кеткен немістер ғой. Солай ма? Әбден қазақтың иісі. Қазақ болып кеткен ғой. Қазақ болып кеткен. Енді қазақтың тілін де біледі, ділі де қазақ болып кеткен ғой. Қанша жасқа дейін Сергей Қазақстанда болды? 24 жасқа дейін. Енді әрине. Осы жерде туып өссе, кіндік қаны Қазақстанда тамса. Қазақстанда орыс жоқ, қазақ жастары көп қой. Мен мына Қазақстанға келсем, ең бірінші мына Сергейдің, менің өзім ондай емеспін. Мен мына бүйтем ғой. Мына қанша адам шақырдық, бүгін үйге келетін адамдар. Болды, солар ғана дейсің ғой, отыра берем ғой. Ал мынау елдің бәрін звондап шақырып алып, мынау көп адам шақырып алып дастарханға сыймай отырамыз ғой. 10 жыл бойы маған өте қиын болды. Солай ма? Мына Қазақстанда, алғаш барғанда, мына Қазақстанда қасыңда адамдар көп, қазақтарың көп, бір жиналғанда көп адам жиналасың. Ана жаққа барғанда мен тек Сергейдің отбасыменен қалып қалдым ғой. Сол кезде маған ылғи жаңағы жетпей тұратын нәрсе менің өзімнің бауырларым болды. Мен сол 10 жылға дейін жаңағы қалай болар екен ау, қайтадан елге кетсем бе екем, жоқ қалсам бе екем деген дүниелерді көп ойладым. Кетіп қалсам бе екем деп. Содан кейін байқап, қарап отырсам, менің балаларым жаңа мектептерін бітірген кезде отырдым да өзім айттым, Ақбай, сен енді еш жаққа кете алмайсың. Мыналар не орыс емес, не қазақ емес, не неміс емес болып қалмасын да. Олар қазір немісше сөйлеп кетті, немісше ойлап кетті. Сен бұларды жетектеп алып кететін болсаң, тура сенің қалпыңа тағы түседі дедім дағы. Ақырын ғана отырдым дағы, өзімді өзім жинап, сол жақта қалуға бел бойладым ғой. Мен ол жаққа тез сіңіп кетті екен деп ойлай алмаймын. Ол жақтың саған ұнайтын жағы қандай, ұнамайтын жағы қандай? Ол жақтың маған ұнайтын жағы. Сағат 12 кезінде жұмыс бітті ма, ол немістердің бәрі орнынан тұрып кетіп қалды. Біз қазақ деген бейшара жаңа барлық нәрсені мойнымызға іліп аламыз ғой. Мен соған өзім тәрбиеледім. Мен де қазір сондаймын. Мен білетін немістер, енді Европаның немістері, қыздарыменен ресторанға барса, қызы ақшасын өзі төлеп кетеді, ұлдар өздері төлеп кетеді. Келетін қонақтарға, тура сол қонақтарға шақтап тамақ дайындайды. Егер бір қонаққа жетпей қалса, ол жетпей қалады, кешірерсің деп айтатын көрінеді. Бүгін осы мына әдемі ресторанға бізді қонаққа шақырып жатырсың. Біз өз тамағымыз үшін өзіміз төлеп кетеміз бе, жоқ сендер төлейсіңдер ме? Жоқ, сіздер төлемейсіздер. Сіздерге екеуміз төлейміз. Немістің ол жағы сіздерге жұққан жоқ па? Жұқпады. Бір жұқтыра алмай қойдық соны. Жұқтыра алмай қойдыңдар ма? Біз Германияда қазақша өмір сүреміз. Қазақтың тамағын жейміз. Сол қазақтың тілінде сөйлейміз. Сол қазақша жақсы көреміз. Сол қазақша жүреміз. Ана Германияда, Россиядан келген нелерде немістер де бар емес па? Иә. Мына Россияның немістері мен Қазақстанның немістері деген екі бөлек әңгіме ғой. Біздер қонақжай, олар үндемей отыра беретін халық қой енді. Кәдімгідей қонақ шақырып қонаққа барасыңдар ма? Ол жақта қазақтар бар ма? Әрине, қазақ деген жетеді. Сенің өзіңді көрдің емес па, құрылтайда қанша қазақ болды? Жоқ, ол бүкіл Европадан жиналған қазақтар ғой. Кальтенкирхен қаласында қазақтар бар ма? Кальтенкирхен қаласында менен басқа қазақ жоқ. Сенен басқа қазақтарды сағынбайсың ба? Сағынам қазақтарды. Менен бір 20 километр жерде тұратын қазақтар бар. Солар менен телефондасып, кездесемік деп, біріміз үйімізге барып, етімізді асып жеп, риза болып сөйтеміз. Балаларды қазақша тәрбиеледің ба, әлде қанша айтқанменен енді немістің қаны бар, немісше жағына бұрылып кетті ма? Балаларды мен немісше тәрбиелеген жоқпын. Өйткені менің өзім неміс емеспін. Менің түбірім неміс емес қой. Балаларым мені қазақша тәрбиеленген. Мен балаларыма қазақша тәрбие бердім деп айта аламын. Өйткені менің ұлым да, қызым да кәдімгідей қарапайым қазақ. Санада бұрынғы білген тілің ол бәрібір расында қалады екен да.
Сонда балалар тілді біле ма, қазақ тілін? Қазақ тілін 9-8 жасына дейін оқыды ғой. Үйреніп кетті осынан. Түсті ма Майя? Нағыз қазақ екесің ғой, Сергей. Нағыз қазақ екесің ғой. Бармағын жалап отыр тағы да өзі. Ана қара, сүйектің майын ана менен алып отыр. Сүйектің майын жақсы көресің ба, Сергей? Өзіміз сабыр деп атап кеткен Сергейдің сыр-сипатынан қазақы мінез бен европалық мәдениеттің жарасымды үйлесімін байқау қиын емес. Немістерше бір қолына пышақ, бір қолына шанышқы ұстап, сызыла шұқыламай, кәдімгі өзімізше 5 саусақты табаққа салып жіберіп, сүйсіне сүйек мүжіп, қала берді бармағын жалап қоярын қайтерсің. Қасындағы жан-жарына ілтипат танытуды да ұмытпайтыны жүрекке ерекше бір жылу ұялатады екен. Германияда бар ма мұндай нәрсе жоқ па? Табыла ма? Қайдан табылады? Табыла қоймас. Табады ғой, Солай ма? Несінде балконда Балконда жасай ма? іліп тұрған қазыларды. Қойшы, қайдағы қазы? Германиядан қайдағы қазыны көрдің сен? Мына кісілерде көрдік қой. Қазы жеген жоқпыз, сендердің үйден палау жедік қой. Содан бері қанша жыл өтті. Сабырдың үйінен қазы жегенімді ұмытып қалыппын деп қалжыңдап жатырмын ғой. Сөйтсем, құтылды күйеу бола. Онда келесі барғанда тауықтың етін берем, сонда ұмытпайсың деп қатыр демеспе мені. Айтшы, қайтадан айтшы, келесі жол барғанда не бересің, Сергей? Тауықтың етін берем дедің ғой? Өзіне сөз артылар емес, баяғыда Бибігүл екеумізді қай қонақ үйге апарайын деп қалжыңдап қорқытқан қу неміс қой бұл. Германияда ішкен жегенімді ұмытсам да, далада қалам деп зәрем зәр түбіне кеткенін ұмыта қоймаспын. Әзіл қалжың жарасқан керемет отырыс, кейіннен самалы аңқып, шалғыны шалқыған қазақ ауылындағы көңілді биге жалғасты. Арқамыз қосып, табанымыз қыза келе, ой жұлқынып бір биледік дейсің, ортаның шаңы шық.